Баршаңызға қайырлы күн достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте нәзік, дәмді медовый печенье әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге әзірлеп көріңіздер. Осындай керемет дәмді хит рецепттерімді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен електен өткізіп алған ұнымыздың үстіне разрыхлителімізді салып, екеуін араластырып, үстіне бөлме температурасындағы майымызды салып, крошка жасаймыз. Бөлек ыдысымызға әселімізді саламыз, жұмыртқамызды саламыз. Қантымызды саламыз. Венчикпен араластыратын боламыз. Міне бізде ұн мен майымызды араластырып крошка жасадық. Енді үстіне сұйық салмасын салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң 30 минутқа қойып қоямыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Егерде печеньелеріміз қолымызға жабысса, сәл қолымызды ұнтаққа батырып, алақанымызбен айналдыра отырып, домалақта формаға келтіреміз. Сосын ең соңында қолымызбен осылай басып, печеньенің формасын келтіреміз. Алдын ала қызып тұрған духовкамызды 180 градусқа қыздырып, 13-15 минутта пісіріп алатын боламыз. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, видеома лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Алдыңғы уақытта түрлі рецепттерімді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Бауырсақ Фуд ас болсын.